Пайгамбар мен Абу Бакыр экеуінің арасындағы достық туралы айтып берейін бе? Пайгамбар саллаллаху алейхи салам Абу Бакырды соншалықты жақсы көрген. Абу Бакыр да тура сондай. Абу Бакырдың үйіне пайгамбар саллаллаху алейхи салам кірген кезде кез келген нәрсені, ұнаған нәрсесін алып кете беретін. Абу Бакыр еш уақытта үндемейтін. Ал біздің достығымыз сондай ма? Сахабалар көшеде тұрған кезде басқа бір сахаба достары келіп қалтасынан кез келген затты алған кезде үндемей тұра беретін. Сен не алдың? Не үшін алдың? деген сұрақ туындамайтын еді. Сіздерді ертең жәннатта анаңыз да емес, әкеңіз де емес, балаңыз да емес, тіпті әйеліңіз де емес, сізді іздейтін тек қана Аллах разылығы үшін болған достар. Өйткені шын мәнінде Аллах үшін дос болғандар ертең қияметте Аллахтың көлеңкесінің астында болады. Аллахтың панасында болады. Біреумен дүние үшін емес, мансап, оның креслосы, тағы да басқа, байлық үшін емес. Сол үшін дос таңдасақ, Аллахты, ақыретті еске алатын дос таңдайық. Сіздерге жақсылықты үгіттейтін достарды таңдайық. Осы кезде біз Аллахтың разылығына бөленеді екенбіз.